Мынау қарбыз, ал мынау алма. Олардың қайсысы жеңіл, қайсысы ауыр? Қане анықтайық. Жеңіл, ауыр, заттың салмағын білдіретін ұғымдар. Заттың салмағын таразымен өлшейді. Қарбыздың салмағы мен алманыкін салыстырып көрейік. Қайсысы ауыр, қайсысы жеңіл? Қарашы, алма қарбыздан жеңілдеу. Қарбыз алмадан ауырлау. Жеңілдеу, ауырлау. Заттардың салмағын, демек, массасын білдіреді. Заттардың массасын килограммен өлшейді. Қысқартылған түрі кг деп жазылады. Қарбыздың салмағын анықтайық. Қарбыздың салмағы 5 килограмм. Бір қап картоп 50 килограмм. Кәмпиттің салмағы 2 килограмм.